Күз бен көктем айлары инфекциялардың күшейетін уақыты. Ауа райының бірден суығы, температураның төмен түсуі, қоздырғыштардың көбеюіне және олардың төзімділігіне қолайлы мезгіл. Осы мезгілдерде иммундық жүйенің әлсіреуінен тыныс жолдары ауруымен жиі ауырамыз. Солардың бірі тұмау мен ангина, немесе ғылыми атауы тонзиллит деп аталады. Тұмау мен ангина ауруының бір-бірімен айырмашылығын айта кетсек, тұмау бұл вирустық инфекциялармен шақырылатын бірінші адамнан екінші адамға ауалы тамшылы арқылы жұғатын ауру. Ал ангина немесе тонзиллит иммундық жүйені әлсірететін факторлардың әсерінен бета-гемолиз деуші стрептокок қоздырғышымен шақырылатын бактериальды ауру болып табылады. Тұмау мен ангина ауруының клиникалық белгілеріндегі өзгешеліктер: тұмау ауруында температураның жоғарылауы, түшкіру, бас ауыру, әлсіздік, мұрын қуысының қышуы, мұрын қуысынан су ағу, кеңсіріктің ашуы, кейде жөтел болатын болса, ал ангина ауруында температураның жоғарылауы, миндальдың ісінуі, миндальдардың іріңдеуі, жағасты бездерінің үлкеюі, жұтынғанда ауырсыну болады. Тұмау мен ангина ауруы кезінде ауыз қуысын ашып миндальды қарағанда, ангина ауруында миндальда ірің болады және де ақналет болады. Науқас жұтынғанда ауырсынуға шағымданады. Ал тұмауда тек қана миндальдың қызаруы, жұтынғанда науқас ауырсынбайды. Тұмаудың бастапқы сатысында жөтелдің болуы мұрын қуысындағы барьердің бұзылуынан болады. Қалыптыда мұрын қуысындағы шырышты бездер мұрын қуысынан өткен ауаны жылытып, ондағы шаңдарды сөлі арқылы шылап, кірпікшелі түктер арқылы сыртқа шығарып тастайды. Вирус енуіне байланысты осы барьерді бұзып, шырышты бездер қалыптыдан көп мөлшерде сөл бөлуінің нәтижесінде мұрыннан жиі су ағады. Жалпы балаларда түнде шалқасына жатқан кезде жиі жөтел күшейеді. Себебі осы мұрыннан ағатын су тамағына қарай кетіп, тамақты жыбырлатып, жөтелу рефлексін тудырады. Яғни бұл жөтел төменгі тыныс жолдарынан келіп жатқан жөтел емес. Бұл жай ғана рефлекстік жөтел болып табылады. Осыны шатастырып алмау қажет. Тұмау ауруының емі противовирусты препараттар, яғни вирусқа қарсы дәрілерді ішу. Тұмау ауруының бастапқы сатысында мұрынды жиі тұзды сумен шаю керек. Себебі тұзды су мұрын қуысындағы сөлдің көбеюін азайтып, мұрын қуысын кептіреді. Соның нәтижесінде рефлекстік жөтелу болмайды. Ангина немесе тонзиллит ауруының емі антибактериалды ем болып табылады. Оны дәрігер науқастың жасына, салмағына қарай дозасын есептеп тағайындайды. Ауыз қуысын арнайы ерітінділермен жиі күніне 4-тен кем емес шайып отыру қажет. Тұмау және ангина ауруында да көп мөлшерде су ішу қажет. Қандай да бір инфекциялық ауру кезінде қанда инфекция көбеюінен қанның қоюлануы, қан ағысының баяулауы болады. Сондай кезде организмге түскен көп мөлшердегі су инфекцияны зәр арқылы шығаруға, дене температурасының қайта қалпына келуіне көмектеседі. Егер видео ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.